Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі табысқа апарар жол тәжірибелік алаң жобасының бірінші кезеңіне қош келдіңіздер. Кішкене настроение болсын, қошеметтер қоя бер бір-бірімізге. Өздеріңізге белгілі, бұл жоба басталған кезде арнайы қазақ ағартушыларының ізімен осындай керемет ұстаным болған. Бірге жиналу бұл бастама, бірге болу бұл ілгерілеу, бірге жұмыс істеу бұл жетістік. Бұл жердегі жобадағы мәселе ол заманауи мұғалімнің келбеті, функционалдық міндеті, білім сапасын арттырудағы тиімді технологиялар, ұстаздың кәсіби құзыреттілігі мәселесі бойынша қазақ педагогикасына өзіндік дара даңғыл жол салып терең із қалдырған тұлғалардың білім беру арналары мен тәлім тәжірибелерін, тұжырымдары мен ұлттық құндылықтарын бүгінде жас ұрпақтың санасында жаңғыртып, кемеліне жеткізетін педагогтарымызды кәсіби тұрғыда рухани ілгерілеуге бағыттау болатын мақсаты. Және де бұл жобаның жалпы идеясы қазақ ұлттық педагогикасы мен қазіргі білім беру жүйесін тоғыстыра отырып, әдіснамалық негіздерін заманауи білім беру талаптары мен жаңа технологиялардың үйлесімін арқау еткен болатынбыз. Бұл жерде Гүлмира Рахметовна осы жобаны жалпы таныстырып өткен болатын. Бірінші біздің директордың жанындағы кеңесте таныстырып, бұл жобамен сіздер кеңінен танысқан болатынсыздар. Және де бірінші бағыты бойынша осы жол басы ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға, яғни әрекет дағдылары бойынша біз ұлт келбеті ұстаз, яғни Абайдың толық адам бейнесі, яғни Абайдың кемел адам концепциясы негізінде ұлт келбеті ұстаз деген бүгін TEDx тамашалайтын боласыздар. Жалпы қатысып жатқан 3 топтың таныстырылымын тамашалайсыздар. Және де бірінші кезең бойынша заманауи мұғалімнің келбеті бойынша біздің тәуелсіз бақылаушылардың пікірлерін, бағаларын тыңдайтын боламыз. Және де бүгінгі қатысатын топтарды бағалайтын бақылаушыларға тағы да бір рет сіздерге естеріңізге салып таныстыра кетейік. Серікбаева Айгүл Айкеновна мектеп психологы ретінде және де директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары ретінде, Дәмеш Аринова Дәмеш Ариновна, сізде орныңызға тұрып қойыңыз. География пәні мұғалімі, педагог зерттеуші, біздің алдыңғы қатарлы креативті ұстаздарымыздың бірі. Кадирсизова Ғалия Есеновна, тәжірибелі ұстазымыз, үлгі аларлық ұстаздарымызды қосқан болатынбыз. Тәуелсіз Сыздықова Дана Бекенна, бастауыш сынып саласы бойынша да өзіндік орны бар педагог зерттеуші. Абидина Шынар Шахизадина, математика пәні мұғалімі, педагог зерттеуші. Рысмағамбетова Рахат Жетіспаевна, мектеп кітапханашысы, жалпы кітапханашы болғанда да бұл кісі креативный, өзіндік ой пікірі бар әріптесіміз. Ускенбекова Салтанат Жарылғаповна, педагог зерттеуші, өзіндік идеяларына толы тәжірибелі ұстазымыз. Ибекенова Қарлығаш Қылышына, бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші. Керемет идеяға толы ұстаздарымыздың бірі. Хасенова Ляззат Сабыровна, орыс тілі пәні мұғалімі, тәжірибелі ұстаз. Осы бақылаушылар бірінші кезең бойынша қазір бізге жалпы бағалауларын айтып өтетін болады. Суретін қойып үлгермейміз, бізде кішкене өзгерістер болып жатыр. Бірінші топта өзгеріс болды. Гүлжамал Игеновна суретін түсірген, қоюға ұмытып кеттім, кешірім сұраймын. Гүлжамал Игеновна, орныңыздан тұрып қойсаңыз тобыңызбен. Гүлжамал Игеновнаның тобында 9 мұғалімі бар. Келесі Амирова Анар Анарбиевна, ол кісі бүгін іссапармен жаңа ғана жақсы сүйінші хабар келіп жатыр. Осы мәшһүр жүсіп оқуларында оқушысы жүлделі 2-ші орын алыпты. Оның ізін басып зам дейміз ғой, заместитель болып Турсейтова Нұрсая Марғұлановна, тобыңызбен бірге орындарыңыздан тұрып қойсаңыздар. Керемет. Және де 3-ші топта да өзгерістер болды. Осы 1-2 күнде ғана шешілді. Бірақ та біздің мұғалімдер жан-жақты болғаннан кейін, кез келген істі алып кете алатын болғаннан кейін осындай сәл өзгерістер, топ басшыларының өзгерістер бар. Искакова Шайзада Картаевнаның тобы, тобыңызбен орныңыздан тұрып қойсаңыздар. Керемет, әдемі, бір келді киім, отырыңыздар.
көп рахмет. Олай болса, құрметті әріптестер, жалпы бүгінгі осы бірінші кезең бойынша ұстаздарымыздың ұлт келбеті ұстаздан бастамас бұрын мінекей заманауи мұғалімнің келбеті бөлімі бойынша бірінші кезең бойынша қазір біз тәуелсіз бақылаушыларға сөз беретін боламыз. Жалпы критерийлар негізгі қандай бағытта тексергенін барлығын өздері айтып кетсін, біз оқымай ақ қояйық. Дәбеш, әрине өзіңізге. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің мынау үлкен жобаның ең бірінші қадамы құтты болсын. Мен ойлаймын, бұл жоба бізді Алла қаласа, егер де барлығымыз ынтамызбен, барлығымыз талаппен, барлығымыз адалдықпен, жанашырлықпен осы жобаны биыл аман-есен жеткізіп, келесі жылы жалғастырсақ, менің ойым келесі жылы ең үздік ұжым сайысына қатысуға лайықпыз. Ең үздік ұйым облыстық кеңесіне жіберейік. Бұл жоба соған лайық. Ол енді әрқайсымызға байланысты. Сәттілік тілеймін сіздерге. Сонымен жаңадан өткенде бізде біріншіне сабақтарды бақыладық, сабақтарға кірдік. Кіргенде біз қалай жасадық, біз жребий тастадық. Осы 3 топтың мұғалімдерін әркімге кім түсті, соған кірді. Сабақтарға біз бір 10-15 минутқа кіріп шықтық, бақыладық. Өзінің критериялары болды, жаңалықтарымызда бар. Сіздерге енді қазір мынау жаңадан қазір тренд болып жатқан бағалау жүйесімен осы бағалауды қазір мен бастаймын. Сонымен бірінші топтың бағалары. Бірінші топ айтсаңызшы, бірінші топ кім? Гүлжамал Игеновна, да? Бірінші топтың бағалары. Гүлжамал Игеновна. Топтың аты бар. Топтың аты. Өзгертеміз. Өзгертеміз. Өзгертайым, да? Екінші топтың аты? Амирова Анар. Толық адам. Толық адам дейді. Керемет. Үшінші топ? Үшінші топ? Кемел. Үшінші топ Кемел. Ол Шайзада какая-то. Кемел. Ауында бастаймыз. Бірінші өзгертайым дейді. Ерекше аты екен. Сәттілік сіздерге. Қандай не жанат, сол баға. Қызыл бір баға, бір бал, сары 2 бал, жасыл 3 бал болып бағалады. Соңда қазіргі жерге бағыттарымыздың нелерін шығады. Ал кеттік. Ол бірінші топтікі болды ғой. Екінші топты кеттік. Үшінші топ интригада 26-26. Ал кеттік. Сіздерге енді бұл
маған личка өзіме жазды, сарапшылар жіберді, әрқайсысы өзінің бағасын кімге қандай түс бергенін. Сондықтан енді сіздердің бастамаларыңыз жаман емес, бәріңіз бір сатыда тұрсыздар. Енді Алла қаласа 2 мен 3-тің арасынан бір жеңімпазды шығарды білемін. Сәттілік сіздерге, рахмет. Керемет. Ұлт ұстазы, ұлт келбет ұстаз қазір TEDx болатын болады. Енді бірінші бағыт бойынша біз енді көрдік сіздерді, стикерлармен жүргендеріңізді де көрдік. Мұғалімнің сырт келбетінің мәдениеті, сөйлеу мәдениеті, коммуникативті қарым-қатынасы, мұғалімнің рухани жан байлығы және де ұстанымы болу керектін. Сіздерде 3 топта да 1,26 ұпайдан өте қызық болайын деп тұр. Ал қазір біз құрметті әріптестер осы 3 топтың таныстырын тамашалайтын боламыз. Жалпы таныстырудан не күтесіздер деп қазір мен бір бақылаушыдан жай сұрай салайын. Жалпы таныстырудан не күтесіздер? Қарлаш Қылышман, сөзіңізді жауап берсеңіз. Не күтесіз? топ өз-өзін көрсете білу керек қой бұл жерде. Сол таныстыруына, несіне бәріне біз қараймыз, ол кісілердің келбетіне, қалай өз-өзінің ұстанымы, соның бәріне біз қараймыз. Критерийлер бар. Жақсы. Айтып кетіңіз. Тақырып ұлттық болмысы, ұстаздың рөлі, рухани адамгершілік құндылықтары тұрғысынан терең ашылғаны. Сосын спикердің шеберлігі, сөйлеу мәнері, дауыс ырғағы, аудиториямен байланыс орнату, ойды жүйелі Жоқ, бұл ұстаз бейнесі, нақты мазмұнды мәнді ашылғаны, құндылықтар мен педагогикалық идеялық көріс. Бұл мазмұн тереңдігі. Жақсы. Сіз толықтырып жіберіңіз. Менің ұстаздық бейне топтың таныстыруы 5 критериймен бағаланады. Мазмұн тереңдігі, шығармашылық және креативтілігі, командалық жұмыс, сөйлеу мәдениеті және сахнада өзін-өзі ұстауы, көрнекілігі және техникалық сүйемелдеуі. Жақсы. Түсінікті деп ойлаймын енді, толықтырып жіберді. Жақсы, олай болса, құрметті әріптестер, бірінші топтан бастаймыз. Өте креативті атау қойған екен. Өзгер Таймс тобы, топ басшысы Қожамұратова Гүлжамал Игенқызы, сіздерге сәттілік тілейміз. Сіздердің таныстыруларыңызды тамашалаймыз. Микрофон берейін бе, или без микрофона? Бүгін мен сіздерді мен Текебаев Ерболат Саламатович, биология пәні мұғалімі. Оны сіздер білесіздер. Бірақ көбісін білмейсіздер, мен ақылы компьютер жүремін деймін. Мен Сәкен Тұман Маратұлы, физика пәні мұғалімі. Барлықтарыңыз білесіздер, бірақ менің білетін бір хоббиім бар, мен балық аулаған жақсы көремін. Мен Күмісбекова Нұргүл Амантайқызы, тарих пәні мұғалімімін. Менің қонақты күткенді жақсы көретінді білмейсіздер. Мен Алипова Бағлан Сәрсенбаевна, ағылшын тілі мұғалімімін.
Жетігүл бір қыранның анасымын. Және де менің сіздер білмейтін бір қырым МТЗ автокөлігін басқарамын. Мен Игнатова Мөлдір Қанатовна, менің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі екенімді білесіздер. Парижде болғанымды білмейсіздер. Мен Қожамұратова Гүлжамал Егенқызы, қазақ тілі пәні мұғалімі екенімді білесіздер. Бірақ та сіздер менің шайға тәтті дәмді пісіріп, осы жаңарқа бойынша сапалы дәмді қымыз дайындай алатынымды білмейсіздер. Мен Асаева Гүлжанат Болатовна, бастауыш сынып мұғалім екенімді білесіздер. Кесте тұқыдын ататынымды білмейсіздер. Мен Нұрбекова Динара Мырзағалиқызы, математика пәнінің мұғалімі екенімді білесіздер. Бірақ та барлық автобөлшектерді жатқа білетінімді білмейсіздер. Мен Салықбаева Гүлжазира Серікбайқызы, бастауыш сынып мұғалім екенін білесіздер, бірақ гүлдерді көп өсіріп, гүлді жақсы көретінін білмейсіздер. Біздің тобымыздың атауы Өзгермейміз. Керемет, көп рахмет, өте креативті. Қазір соңына бағалайсыздар, үш топты салыстырмалы түрде. Екінші топ бізде, екінші топтың атауы толық адам. Ортаға шақырамыз. Бүгінгі топ басшысы Көксейітова Нұрсая Марғұлановна және де топ мүшелерімен бірге осы таныстыруын тамашалайық. Жыл цифрлық, яғни технологиялық дәуірдің өрлеп тұрған кезі. Мектеп кезіне саяхат. Тамашалаңыздар. Әже қараңыз. Ғалымдар мынадай керемет құрылғы ойлап тапты. Қандай екенін көрсетші? Бұл құрылғыны бар қолыңызға қойсаңыз, осы құрылғының көмегімен сіздің жадыңыздағы кез келген естелікті көре алатын боламыз. Мынау тамаша ғой. Апа, енді сіз қандай уақытқа барғыңыз келеді? Қандай уақытта бақытты болар едіңіз? Мен өзімнің балалық шағым, мектеп қабырғасындағы уақытыма барғым келеді. Сол кездегі ұстаздарымның бейнесін бір көрсем деймін. Ендеше бастайық, көрейік. Мынау тамаша ғой. Біздің балалық балғын шағымыз. Мынау біздің тілек кезіміз, мектеп бітіріп алған сәтіміз ғой. Айнұр Серғалиқызы ғой мынау. Ол кісі ұстаз деген бейнені ең бірінші қалыптастырған адам болатын. Ол кісінің ұстаздық бейнесі керемет. Оқушылармен қарым-қатынасы қандай еді? Әр оқушысын бірге көретін. Ол кісі сіздің бастауыш мұғаліміңіз ба? Иә, ол кезде даярлық тобы деген болатын. Даярлықта ең бірінші мектепке қолынан ұстап енгізген осы ұстазым болады. Алғаш әріп үйреткен кісі осы екен ғой сізге, иә? Жоқ, Даярлық сыныбында. Ақтолқын Катчанқызы. Міне бұл кісі маған ең бірінші әліпбиді үйреткен. Оқуды үйреткен, сөзді үйретті. Ең бірінші кітапқа баулыды. Бұл кісінің бізге берген өнеге тәрбиесі молынан еді. Әрқашан есімде, жадымда сақталған бірден бір жарық тұлға.
жетекші пәнінің мұғалімі. Алайда ол кісі менің сынып жетекшім. Осы кісінің арқасында сынып болып түрлі сайыстарға қатысатынбыз. Әрбір сайыстан жеңіспен қайтатынбыз. Апа, ол қандай сайыс? Бізде мектепшілік әртүрлі шаралар болатын. Қыз сыны, жігіт сұлтаны, сапта жүріп ән айту, барлығынан жүлдері орын алатынбыз. Ешқашан жүлдесіз қалған күніміз болған емес. Мықты мұғалім екен, апа? Иә, Үнемі бірінші орын алсаңыздар мықты жетсе керек екен. жақсы сынып жетекші болады. Ал балалар, ертеңгісінде маңызды күн, үлкен облыстық конкурс ортасында жақсылап тұрып байқалайық. Бәрін үздіксіздер, жетістікке лайықсыздар, сәттілік. Бұл кісі ән сабағының мұғалімі. Бізге әртүрлі ән үйрететін, әртүрлі жарыстарға қатыстыратын, алдына келген әрбір оқушыны ән шығылып жүретін, көптеген сайыстарға қатысатынбыз. Аудандық, облыстық, әрқайсынан тек қана жүлдемен қайтатынбыз. Сондай мықты ма мұғалімдеріңіз? Бұл кісі өзінің ісіне берілген мұғалім болады. Сіздер шығуына біз индикаторды қосамыз, саламыз. Индикаторды салған кезде бізде бұл қызыл түске боялады, яғни ортасы қышқыл деген сөз. Нұрсая Жомартқызы сол уақытта мектепке жас маман болып келген. Жас маман болса да білек тұрып, жұмысқа кірісіп, барлығымыздың қызығушылығымызды оятқан. Әр сабақ сайын түрлі практикалық жұмыстарды үйрететін. Сол уақытта біз химияның не екенін жақсы түсініп алдық. Сол кезде сіздер, яғни осылай кәдімгідей шынайы түрде практика жасайтын болғансыздар ма? Бізде қазір барлығы цифрлы түрде. Құлыным-ау, ол уақытта біз бәрін көзбен көріп осылай жасайтын едік. So, please tell me, how much more pretty simple? Бұл Нұрай Жайық қызы, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Сол уақытта ағылшын тілі пәнінің мұғалімі өте креативті мұғалімдер болатын. Солардың бірі осы кісі. Жас маман, бізді тілге деген қызығушылығымызды арттыратын. Күн сайын әртүрлі қызықты әңгімелер алып келетін. Бізді сөйлеуге, сөйлеу дағдымызды қалыптастыруға тырысатын. Бізде сөйлейтін орта болмаса да қолдарынан келген барлығын жасайтын. Okay, students, now look at the street. It's London. London is the capital of United Kingdom. Бұл кісі Нұрсая Нұрсуланқызы. Бұл да ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Мектеп қабырғасындағы ең қызықты сыныптан тыс іс-шараларды осы ағылшын тілі мұғалімі. Апа, қандай іс-шара? Ол не іс-шара? Мысалы, бұл кісілер бізге кітап береді. Кітапты оқып болғасын тест тапсыратынбыз. Ағылшын тілінде? Иә, нәтижесінде бізге түрлі сертификаттар беретін, марапаттар беретін. Осының барлығын осы кісі өзі ұйымдастырады. Бірге толығы шыққан бетімен валидаттар және белгісалды. Бір-бірімен және қайтпақ болды. Құдайберген Серікбайұлы. Бұл кісі тарих пәнінің мұғалімі. Тарих тағылымын тереңнен үйреткен ұстаздардың бірі болатын. Бұл кісінің ел білмейтін бір қыры бар. Садақты атудан бергені. Сонымен қатар бұл кісінің актерлік шеберлігі де жақсы болады. Қандай бұл кісілер мұғалім емес па? Қандай актер? Жоқ, біздің уақыттың мұғалімдері 8 қырлы, 1 сырлы болатын. Олар әнші де, олар биші де, олар күйші де бола алатын. Апай, сонда қалай барлығы? Апа, қараңызшы, барлық қандай универсал ұстаздар олар? Иә, олар сондай болған. Өте керемет. Мысалы, мына жерде көріп тұрғандарындай, мамандық police officer, иә? I am a police officer. Айта кететін бір жағдай, мамандық айтқан кезде біз міндетті түрде оның алдына немесе n артиклін қоямыз. Балнұр Айдынқызы. Бұл кісі де ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болатын. Өте креативті, идеялары керемет болатын. Бұл кісі ағылшын тілі өте таза сөйлейді. Осы кісінің сабағына келген соң ағылшын тілі осы кісі сияқты
сөйлесек қой деп үнемі армандап отыратынбыз. Апа, тоқтаңыз. Сізге енді бір сұрақ. Do you speak English well? Yes, of course, my God. Мені кім деп отырсың сен? Бүгінге уақыт шектеулі екен. Ой, Құдай-ай, тағы да ұстаздарым бар еді көрінді. Ертең көрерміз ертең. Апа, Құлымай рахмет. Аз уақыт болса да ұстаздарым жүзін көріп қуанып қалдым ғой. апа сіздің ұстаздарыңыз өте керемет болды. Жан-жақты, 8 ғылымы, бір сырлы, универсал ұстаздар болыпты ғой. Ұстаз деген уақыт. Ұстаздарымды құрмет, олардың қандай қасиеті. Ұстаз деген кемел толық. Құрметті ұстаздар, кереметте бірінен бірі өткен, қазір бақылаушыларға кішкене қиындық тудыратын сияқты. Олай болса біз келесі үшінші топты ортаға шақырамыз. Үшінші топтың атауы Кемел тобы. Кемел тобының таныстырылымын тамашалаңыздар. Құрметті әріптестер, рұқсат болса суретке де түсіріп отырсаңыздар, мен соткам видео түсіріп жатқан еді. Олай болса келіңіздер. Құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға тобымыздың таныстыруын қазіргі трендтегі портфолио форматында ұсынамыз. Тобымыздың атауы Кемел тобы. Кемел тобы ұлттық құндылықтарды ұлықтаушы ұлағатты ұстаздар қауымы. Кемел тобы білім мен тәрбиені қатар алып жүрген, ұлттық құндылықтарды ұрпақ санасына сіңіруді мақсат еткен мұғалімдерден құралған шығармашыл кәсіби топ. Ұранымыз ұлт рухын ұлықтау, кемел болашақ кепілі. Тобымыздың мақсаты оқушыларға рухани адамгершілік тәрбие беру, ұлттық болмысты сақтауға, дамытуға бағытталған оқу тәжірибе жұмыстарын жүргізу, мұғалімдердің әдістемелік шығармашылық ізденістерін арттыру. Кемел тобының басты бағыттары: біріншіден, қазақ халқының тілі, мәдениеті, салт дәстүрін насихаттау. Екіншіден, ұлттық құндылықтарға негізделген тәрбие сабақтарын өткізу. Үшіншіден, педагогикалық тәжірибе алмасу және авторлық әдістемелерді дамыту. Тобымыз құрамында шығармашыл, кәсіби, тәжірибелі, жанашыр ұстаздар. Әртүрлі пән мұғалімдері бір мақсатқа жұмылған бір тұтас ұжым. Жас ұрпақ тәрбиесіне мейіріммен қарайтын кәсіби ұстаздар. Тобымыздың құрамы: Искакова Кенжегүл Сәрсенбаевна, бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші, еңбек өтілі 29-8 жыл. Идрисова Ақжан Жайлаубаевна, бастауыш сынып мұғалімі, педагог модератор, еңбек өтілі 11 жыл. Қыстаубаева Айымгүл Мейірмановна, физика пәні мұғалімі, педагог модератор, еңбек өтілі 7 жыл. Спатаева Ақжарқын Анапияқызы, педагог психолог, педагог модератор, еңбек өтілі 11-9 жыл. Сарманова Зухра Дулатқызы, биология пәні мұғалімі, педагог, еңбек өтілі 1-7 жыл. Сакенова Айнагүл Сакеновна, орыс тілі пәні мұғалімі, педагог модератор, еңбек өтілі 8 жыл.
Шакенова Дарья Муталяповна, орыс тіл пәні мұғалімі, педагог модератор, еңбек өтілі 32 жыл. Шамкенова Гүлнар Ескермесовна, қазақ тілі пәні әдебиет мұғалімі, педагог модератор, еңбек өтілі 15 жыл. Алтынбаева Айнұр Сагингалиевна, ағылшын пәні мұғалімі, педагог модератор, еңбек өтілі 7 жыл. Топ басшысы мен Искакова Шезада Картаевна, химия биология пәні мұғалімі, еңбек өтілі 14 жыл. Біз қазіргі трендтегі портфолио түрінде ұсынамыз. Бірінші бетте тобымыздың атауы, ұраны, мақсаты. Екінші бетінде топтың құрамы, біздің кәсіби шығармашыл тәжірибелі ұстаздарымыз. Үшінші бетінде іс тәжірибелеріміз, мұғалімдеріміздің жетістіктері, ашық сабақтар, шебер сабақтардан көріністер, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін жобалар, ғылыми конференциялар, мектепшілік, аудандық, облыстық сайыстар, олимпиада жетістіктерінен көріністер. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның ақылдығы. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Үш топтың үш түрлі таныстырылымы. Қазір жалқасымен берсеңіз. Қарап алыңыздар, сосын бағаларыңызды қоя беріңіздер. Қазір осы бағалар бойынша ортақ ұпай айтатын боласыздар. Жақсы, қазір бақылаушылар ортақ ұпай санын шығарса, Шынар Шакизадина есептеп жатыр, топтар келесі TEDx кезеңіне дайындала берсе болады. TEDx кезеңіне дайындала беріңіздер.
Ерболат Салманович. Фермер Ерболат. Sizlerdi vakit arqılı sayahatqa alıb baramın. Ulu Oyşul Abay Kunanbayұлының мәңгілік өсиеттерін іздеуге. Егер siz заманауи ұстаздың қандай болу керектігін ойлап жүрсеңіз, дұрыс жерге келдіңіз. Көз алдыңызға елестетіңіз, Özgür Times komandasынан бір топ мұғалім тарих қойнауына саяхатқа аттанып, даналық іздейді. Олар қазақтың ұлы ойшылы және ақыны Абай әлеміне келеді. Абайдың сөздері әлі күнге дейін бізге үлгі, әсіресе білім беру және ұстаздың рөлі туралы терең ойлары. Абай айтқандай, ұстаз ағаш, жемісі түсіндірме жұмыс кішкене айтып кету керек еді бағалағаннан кейін бағалап жиі сал жоқ ортақ бал шығарады сіздер бердіңіздер ортақ бал шығарасыздар аха әрбір бақылаушының нәрсесі тұр ғой не болатын болса топташылар сізге жолығасыздар солай келіңіз Болды ма? Ал. Сіз жазып біреуіңіз айтып отырсыз. Ортақ ұпайлар жазыңыздар сосын. Енді, аха. Бір комментарий болса, осы бойынша, осы түр бойынша. Ama кім сөйлейді екен? Ләззат Сағынова. Өзіңіздің пікіріңіз. Иә. Чисто өзіңіздің пікіріңіз, өзіңіз қалай бағалайсыз? Енді құрметті қатысушылар, мына жерде әртүрлі ұпайлар шығып жатыр, көріп отырсыздар. Бірінші топ 22,6 ұпай, екінші топ 23,9, төртінші топ 24,2. Үшінші топ 24,2. Енді мына жерде міне бәріміз көріп отырмыз, ортақта бәрі мен ойлаймын, енді әрқайсысына өз таңдаған бойынша болып жатыр ғой, бұл дегенмен мына жерде 5 параметр еді ғой, жаңа критерий болды, сол параметрлар бәрін қамтып ету керек еді, шын мәнінде. Енді әрқайсыңыз әртүрлі оны таныстырдыңыздар, сол себептен осындай ұпайлар жиналды деп ойлаймын. Негізі критерий берілгенде сол критерийден қалмау керек. Бәріңізде бірдей болды. Уақыттарыңызда да әртүрлі болды сіздерде. Уақыт есептеген жоқпыз. Да, біз қайта уақыт есептеген жоқпыз. Енді сіздер мына бірінші топтікі өте шағын болды, таныстыру тез ғана, бірақ моменттерін ғана көрсеттіңіздер. Екінші топты көрдіңіздер, более креативно, хорошо тоже было. И үшінші топ тоже более-менее креативно, чем вы. Поэтому я думаю, осылай болды деп. Удачи вам. Жақсы. Тағы да кетейік, естімей қалғандар болса, бірінші топ Өзгер Таймс тобында 22,6 ұпай,
Толғадам тобында 23,9 ұпай, Кемел тобында 24,2 ұпай. Келесі кезеңге көшейік. Келесі кезең TEDx форматында ұлт келбеті ұстаз осы бойынша екінші келесі кезең бойынша критерийларын атауын айтып өтейік. Идеяның тереңдігі мен маңыздылығы, спикерлік шеберлік, шынайылық және әсер ету күші, уақытты сақтау, көрнекілік мен сүйемелдеу егер болса. Жақсы, олай болса бастайық. Бірінші өзгертаймыз тобы. Егер сіз заманауи ұстаздың қандай болу керектігін ойлап жүрсеңіз, дұрыс жерге келдіңіз. Көз алдыңызға елестетіңіз, Өзгерт Таймс командасынан бір топ мұғалім тарих қойнауына саяхатқа аттанып, даналық іздейді. Олар қазақтың ұлы ойшылы және ақыны Абай әлеміне келеді. Абайдың сөздері әлі күнге дейін бізге үлгі, әсіресе білім беру және ұстаздың рөлі туралы терең ойлары. Абай айтқандай, ұстаз ағаш, жемісі шәкірт. Ойланып көріңіз. Ағаш өседі, жемісін нәрлендіреді және қолдайды. Сол сияқты ұстаздың міндеті шәкірттерін тәрбиелеп, қолдау көрсетіп, олардың толық әлеуметін ашуға көмектесу. Бірақ шәкірттеріңіз үшін осындай ағаш болу үшін не істеу керек? Абай ұстаздың белгілі бір қасиеттерге ие болуы керек деп сенген. Дайын болсақ, жиналысымыз бастайық. Өздеріңіз білесіздер, жылдың басында бізге осы Амалбек мектебінде табысқа апарар жол жобасы құрылған болатын. Осы жоба жөнінде жұмыс жасауымыз керек. Оның бірінші кезеңі өз сабақтарымызға кірді, ұстаздар білесіздер. Одан кейін өз-өздерімізді таныстырдық. Енді үшінші кезеңі TEDx формасында ұстаз келбетін көрсетуіміз керек. Осыған Абайша айтқанда толық адамның келбетін көрсетуіміз керек. Сол себепті қандай толық адам келбетінде қандай қасиеттер болу керек Абайдың. Әрқайсымыз бір-бір ойдан шығарып, өз үлесімізді қосып, осы жобаны алып шығайық. Бәріміз ұжымдасып, қалай ойлайсыздар? Менің бір сұрағым бар. Өздеріңіз білесіздер ғой, мен жас маманмын, бірақ та менің үлкен мақсатым бар. Ол ұлағатты ұстаз болу. Енді ол үшін мен не істеуім керек, соны айтыңыздаршы. Ұлағатты ұстаз болу үшін ұстаз келбетін қалыптастыру керек. Толық адам болу керек. Яғни толық адамды Абай атамыз өте жақсы айтып кеткен, білесіздер ол. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда еген боласың өте неліктей. Яғни осы үш бірдей қасиетті Динара бойыңа сіңіре алсаң, сен жаңағы Абай айтқан толық адамды жасай алған. Сонымен қоса Абай атамыз айтады, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға дейді. Әрине, ұстаздар ешқашан жалықпай, әрдайым ізденіс үстінде шаршамауымыз керек, жалықпауымыз керек. Күн сайын алға қарай бір қадам басатынымыз бәрімізге мәлім. Енді Абайдың тағына бір керемет сөзін айтқым келіп отыр. Абай айтады, ұстаз еңбек ететін әрбір адам өзіне ғана еңбек етсе, ол хайуаннан еш айырмашылығы жоқ дейді. Өзі оттаған адамның хайуаннан айырмашылығы жоқ дейді. Түсіне білген адамға бұл жерде үлкен философиялық ой жатыр меніңше. Әрине, ұстаздар ешқашанда өз үшін еңбек етпейді. Олар білесіздер, халыққа, халық үшін жаралған жандар. Елдің баласын оқытамыз деп, бойындағы бар асыл қасиетті елдің баласына береміз деп, үнемі ізденіс үстінде, үнемі ой үстінде. Бәріңіз осыған келісесіздер ғой, Тағы да осы мен айтып өткен қасиеттерге ұстаз келбетін қалыптастыру үшін тағы қандай қасиеттерді қосар едіңіздер? Дұрыс айтасыз. Хакім Абай атамыз айтпақшы, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баттанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа көруге. 5 нәрседен қашық болыңыз. 5 нәрсе бұл не? Еріншектік, жалқаулық, барлық жаман, адамның жаман қасиеттері бойындағы. Енді 5 асыл іс дейді. Бұл қандай қасиет 5 асыл? Талап, терең ой, білім, және де барлық осы 5 асылдың барлық қасиетін оқушының бойына сіңірсең, одан артық. Меніңше солай менің түсінігім бойынша. Сіздер қалай ойлайсыздар? Жақсы, рахмет. Абайдың 17-ші қара сөзіне адамның ең жақсы қасиеттерін ақыл, қайрат, жүрек күшеуін өзара ойшыл айтыстыра отырып, ақ пен қараны, жақсы мен жаманды, адалдық пен
надандықты салыстыра отырып ара жегін ашып дәлелдеп берген екен. Енді айтқандарыңызды түсіндім. Енді осының бәрін бір толық адам ұстаз келбетіне келтіру үшін не істеуіміз керек? Қандай ойларыңыз бар, әріптестер, айтыңыздар, қарап отырмаңыздар. Олай болса, Абайдың шығармаларын негізге алып отырып, тұлғалық дамудың формуласын құрастырған жөн болар. Яғни физикалық даму ол ыстық қайрат, демек энергия. Істің бастауы ол қозғаушы күш. Адамды алдыға жетелейтін ол жігер, дейді Абай. Ақыл дұрыс жолды көрсететін, адамды дұрыс жолдан қателесуден сақтайтын және жақсы мен жаманды ажырата білуге көмектесетін күш екенін айтпады емес пе? Дұрыс айтасың, Амантай қызы. Одан кейін эмоционалдық дамуды қосар едім. Бұл жерде біз әрбір ұстаз балаға білім бергенде бар мейірімізді төгіп беруіміз керекпіз. Келісесіздер ғой? Балаға сабақты махаббатпен беруіміз керек. Әрбір баланың жүрегіне жол таба білуіміз керек. Біз оған айғайлап ұрсумен келе алмаймыз. Оған біз өзіміздің көрегенділігімізді көрсетуіміз керек. Жылы жүрегімізді балаға қарай жеткізе білуіміз керек. Сол уақытта біз баладан керегімізді ала аламыз дейді. Қаржылық даму бұл еңбек ету. Ұлы Абай атамыз адамды қор қылатын үш нәрсені атап кеткен. Бұл надандық, еріншектік, залымдық. Ұлы Абай айтқан 5 асыл істің бірі бұл еңбек. Абай ақын айтып кеткендей, еңбек адамды адам ететін, білімді білімді ететін барлығы еңбек болып табылады. Ұстаз басты тұлға, ұстаз жан жақты білімді білікті болса, айналасындағы, қасындағы оқушылардың бәрі білімді болады. Сол себепті ұстаздар көп еңбектенсе, өзінің еңбегінің нәтижесін көреді. Рухани даму. Бүгінгі ұстаз өзі рухани бай болу керек. Абай атамда айтқандай, өзі толық адам болмаса, өзгеге өнеге бере алмайды. Оқушының ішкі жан дүниесін өнілу керек. Тек пәндік білім емес, адамдық қасиетті дамыту. Үнемі ізденісте болу қажет. Абайдың өзі де көп оқыған, өзін дамытқан тұлға ретінде үлгі. Жақсы, Ерболат Саламатович. Енді тұлғаның даму формуласын, яғни ұстаздың даму формуласын біз осы отырған әріптестер жасап шығардық қой, иә? Енді мен ойлап отырмын, осы даму формуласы біздің осы Амалбек мектебінде қалай жоқ? Бұл қалай бір мұғалімнің бойынан осы қасиеттер табылмайды деген ой келіп отыр маған. Бұл физикалық даму дегеніміз кез келген мұғалімнің қолынан келмейді енді, рас. Бірақ дегенмен де біздің мектепте қолынан спортқа жақын баскетболшы, волейболшы, ән десе ән айтатын, би десе би билейтін мұғаліміміз әлбетте бар. Солай емес пе, ұстаздар, келісесіздер ме? Одан кейін келесі жаңағы зерттеуші ұстаз, біліктілік санатының жоғары деңгейінің шыңына жете білген мұғалім жоқ емес, бізде бар. Сонымен қоса жаңағы қаржылық даму, еңбек ету дейді. Бір жағынан балаға өзінің білімін беріп жатса, бір жағынан өз жұмысында жүргізеді. Кез келген мұғалімге ашық сабақ жасауда көмектеседі, газет журналдарға мақаласын шығарып жатады. Жаңағы мысалы осы жидеп жатырмыз ғой қазір. Кез келген жаңадан технология шықса, бірінші жасап үлгеріп, әріптестер, жас мамандар өздеріңіз жинап алып көмектескен бар ғой, білесіздер, келісесіздер, иә, осындай ұстазымыз бар. Үйде жанашыр, әже, сүйікті ана, жаңағы аяулы жар. Енді осы айтылған, Абай айтқандай ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек бойында қалыптасқан бір ұстазымыз бар. Сіздер осы отырған әріптестер, мен кімді болжап отырғанымды біле аласыздар ма сіздер? Немесе мына жақта аудиториядан сұрауымызға болады. Аудиториядан сұраған дұрыс шығар деп ойлаймын. Формулаға сай келеді. Біздің ұстаздарымыз осы біз бағанадан бері жаңа заманауи ұстаздың келбетін, толық адамның келбетін шығарып жатырмыз ғой. Олай болса, Ерболат Саламатович, көп күттірмей жауабын беріп жіберсеңіз. Жауабын беріп жейін, мынау кетпесін кәсіптерге кәсіптеріміз істемей қалды, ол ұяттау болды. Ұяттау болды. Техникалық. Интернет.
Динара, сен бағанда басында бізге сұрақ қойдың, иә, мен заманауи ұстаз болу үшін, ұлағатты ұстаз болу үшін не істеуім керек деп. Сенің сұрағыңның жауабы табылды деп ойлаймын. Алыстан іздегенше мектебімізде осындай абай айтқан толық адам біздің мектепте бар. Сен арманыңа жету үшін сол кісінің соңынан қалма, сол кісінің ақылымен, сол кісінің жүрген жолын жүріп өтсең, аңсаған арманыңа жетесің деп сенеміз. Келісесіздер ғой, әріптестер? Бір ауыздан келісеміз. Күн көрдім, гүл көрдім, өмір көрдім. Шын көрдім, терең көрдім, көңіл бөлдім. Еліктеп, абай сынды асқар тауға, жақытсыз жаннатынан өлен өлдім. Иә, мен жаңа айтқан, абай айтып кеткен барлық қасиеттерді бойыма сіңіріп, ұлағатты ұстаздың бейнесін қалап, өзімнің бойыма осы қасиеттерді сіңіріп, ұлағатты ұстаз болу үшін тынбай еңбек етемін деп уәде беремін. Біз сенеміз. Жақсы әріптестер, осымен жиналысымыз аяқталды. Біз толық адамның келбетін жасап шығардық деп ойлаймыз. Көп рахмет, өзгертаймыз тобы. Сәттілік. Келесі жалғастыратын толық адам тобы. Ей жүрегімнің қуаты, перзентлерім, сіздерге адам оғлының мінездері туралы біраз сөз жазып, ядкары қалдырайын. Ықыласпенен оқып алыңыздар. Оның үшін махаббаттың төлеуі махаббат. Әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғылым деген нәрселермен мұның табылмақтығына себепкер әуелі Хауас Сәлим хан тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмыз, өзгелердің бәрі жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап, ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым, білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпенен яки алдауменен үйірғыл керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым, білім махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Ей адамзат, менсіз берілген білім тас жауым. Сен менімен мінезіңді түзейсің, еңбек етуге үйренесің. Бойыңа мені сіңірсең, қуанышың көп болады, арманым ойдан, абыройым асқақ болады. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген адамның тілін кесер едім. Қандай адам болса да, дұрыс тәрбие оны жөнге салатыны хақ. Мен объективті шындықты белсенді бейнелеудің жоғарғы форматымын. Дүние тану мен игерудің жоғарғы сатысымын. Тұлғаның танымдық әрекетімін. Менсіз адамзатқа тәрбие беру мүмкін емес. Талап еңбек, терең ой,
Қанағат рахым ойлап қой, ес асылыз білсеңіз. Ей адамзат, сенің ойын мен болма. Онда саған мықтылық қажет. Жетістікте ғана емес, жеңістерде де өзіне бекім бол. Әрдайым әр істерге дайын бол. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан артық екі мінез бар екен. Елбасы топ басыларына тоқтай білетіндігі мен намыс ойлалы. Біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бәрі бос. Малыңды жауға, басыңды дауға, қор қылма, қорға татулас. Өтірік ұрлық, үкімет зорлық, құрысын көзің, ұятың арын оянсын, бұл сөзімді ойлансын. Қандай да бір істі нәтижелі орындағың келсе, саған мен керекпін. Іске деген қызығушылықтың негізгі ұйытқысы мен боламын. Іс-әрекетің аз, арман мақсатың айқын болмаса, бойыңда мені табу мүмкін емес. Ақылбен ойлап білген сөз, бойына жұқпас сырғанар. Ынталы жүрек сезген сөз, бәр тамырды қуалар. Жан жағына алақтамай, жылақтамай, өзгенің қолындағысына қызығып, өзіндікін бісе тұтып, іштарлықтан татын болсаң, мен сенің бойында жоқпын қылқам. Жалқаулықтан бойыңды алыс ұстап, өз ризығыңды еңбекпен тауып, өзгелердің нәпақасына сұқтанбасаң, мен сенімен біргемін. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілегін бірі тілеспей тұғынның, рас сөзі аз болатұғынның, қызметке таласқыш болатұғынның, өздердің жалқау болатұғынның себебіне. Хамма ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз шығады. Мен ойлау, тану, түйсіну, түсіну, қиялдау, шешімдерді қабылдау және ерікті іс-әрекеттерді жүзеге асыру қабілетінің жиынтығымын. Мен түйсікпен, эмоциялық үдерістермен, түйсінумен, жадымен және де бейсаналықпен анықталамын. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрселермен оздың ғой деу демектің бәрі ақмақтық. Ақыл бітпес дәулетке, дәулет бітпес келбетке. Есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді. Ғылымды, ақылды сақтай тұғын мінез деген сауыт болады. Ақыл-ой дамуының ең жоғарғы дәрежесі мен боламын. Сондай-ақ мен білім мен ақыл, сөз бен амалда, ақиқатқа адал болу болмыстың шындығын мүмкіндік шегінде білу сияқты көркем мағыналармен сипатталамын. Ерте жаста мені бойыңнан тапсаң, ол нұр үстіне нұр болады. Айғайдан өмірдің ащысы мен тұщысын білместен мені көрсету сірә қиын. Адамды жөн білетін дана деп біл, істерін жалқау жанның шала деп біл. Құржасы елулерге келсе дағы білімсіз сондай жанды бала деп біл. Сенің көкейіңдегі ізгі ниет, болашақтан күтер өмір, алға қойған мақсат мен боламын. Жетелер жанның арманы құр қиял болмақ, ал саналы жанның арманы үлкен мақсатқа айналады. Ал сен осының қайсысы боласың? Талаптың мініп тұлпарын, тас қияға өрледің, бір ғылым еді іңкәрің, әр қиынға сермедің,
көзіңді салдың тұрғыға, бейнетін қиын көрмедің, бірге оқыған құрбыға, бас бәйгені бермедің. Бала болдың, жас болдың, жалғандыққа ермедің, төре болдың, бас болдың, көкірегіңді көрмедің. Ел ішіне сау келсең, тағылым айтпас ермедің. Жол көрсетіп, сонда өлсең, арманым бар дермедің. Іздеп табар жалғаннан, бала берген пендедім. Пенде өлмейді арманнан, мінекей, мен де өлмедім. Жүректің кілті мен болам. Барлығының басымды тоғыстыран сезімнің ең әдемісі менмін. Жүрегімде мейірім қашса, жер жүзінен жақсылық қашады. Тәрбие, ой, ынта, ақыл, барлығы да мейірімнен. Ол тек өзінің таза мейірімнен. Әлбетте, тірі адамның жүректен аяулы жері жоқ. Адамшылық пен мейірбандықты ойына сіңірген әрбір адам баласын бауыр дер. Бір топ болып жиналып, ойыма келген екенсіңдер. Олай болса адамзаттың қайсының бойынан осы қасиеттерді табамыз? Тәрбиенің бастауы ұстаз. Ойдың ең әуелгі салымшысы ол әрине ұстаз. Мен бір көшбасшыны көрдім. Ол ұстаз. Ынта мен зейінді қатар алып жүрген ол ұстаз. Қанағатшыл бір адам көрдім, ол ұстаз. Ақылдың ордасы ол ұстаз. Даналықты өзіне дағды тұтқан бір адам ол ұстаз. Арманы асқақ жанның бірі ол ұстаз. Мейірім мекені ол ұстаз. Қоғамдағы бір толық адам ол ұстаз. Ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Көп рахмет. Шығып кетесіздер ма? Көп рахмет. Сіздердің алдарыңызда толық адам тобы болатын, өздерінің аттарына зат сай. Келесі кезекте бізде Кемел тобы бүгінгі TEDx форматындағы ұлт келбеті ұстаз тақырыбындағы мінекей сайысымыздың TEDx бөлімін аяқтайды. Сәттілік тілеп қояйық. Уақыт керек емес пе? Құрметті қауым, баршаңызға сәлем. Біз ұлттың келешегі туралы ойлағанда ең алдымен жастарды айтамыз. Ал жастарды кім тәрбиелейді? Әрине ұстаз. Ұстаз тек сабақ беруші ғана емес, ол бүкіл ұлттың келбетін қалыптастырушы тұлға. Бұл ой Абайдың кемел адам негізінде терең көрініс тапқан. Абай ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді. Бірақ ұстаздық тек білім берумен ғана шектеле ме? Әлде одан да терең рухани мәдениеті бар ма? Міндеті бар ма? Яғни бүгінгі әңгімемізде осы сұрақтарға жауап іздейміз. Сіздердің алдарыңызда ұлт келбеті, ұстаз макеті. Осы ұстаздан кемелденген толық адам макетін жасаймыз. Кемел адам концепциясы. Абай
кемел адам, толық адам өз шығармаларында кемел адам, толық адам ұғымдарын талдайды. Оның пікірінше кемел адам ақыл, жүрек, қайраты тең үйлескен тұлға. 17-ші қара сөзінде Абай ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боларсың елден басқа дейді. Бұл дегеніміз ұстаз бойында тек қана білімді болу жеткіліксіз. Ұстаз әрдайым рухани жетілген болып отыру керек. Абай ілімі бойынша нағыз ұстаз ақпарат беруші ғана емес, сонымен қатар адамгершілікке, ізгілікке тәрбиелеуші. Ендеше осы ұстаздың бойында оның ұстаздығын дәлелдейтін ең бірінші қолында ұстаздық дипломы болу керек. Одан кейін ұстаздың әртүрлі білім саласындағы оқыған, алған сертификаттары болу керек. Одан кейін біліктілік курсы болу керек деп ойлаймын. Қазіргі қоғамда ұстаздардың рөлі қаншалықты маңызды? Бала үшін ұстаз екінші ата-ана. Бала үшін ұстаз екінші ата-ана, е? Адамның жақсы болуы бірінші ұстазынан, екінші ата-анасынан. Бірінші ата-анасынан, екінші ұстазынан. Қазіргі қоғамда ұстаздың міндеті тек қана білім беру ғана емес, оқушылардың өмірге деген көзқарасын қалыптастыру. Осы кезде Абай атамыздың адам болам десеңіз деген өлең еске түсірсек. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бұл өлең шумақтары ұстаздардың да, шәкірттердің де өмірлік қағидасы. Ұстаз күннің құдіретті сәулесі іспеттес. Ұстаздық жолда жұмыс жасау үшін ұстаздың бойында мынандай 5 қасиет болу керек. Біз зерттеуші ұстаздармыз. Естуге, білуге және зерттеуге бағытталған барлық нәрсеге көбінесе бүйрегіміз бұрып тұрады. Біз ағартушы ұстаздармыз. Біз басқаларды үйретіп жүріп, өзіміз үйренеміз. Біз дамытушы, түзетуші ұстаздармыз. Қателік жіберген оқушыны құрметтейміз. Сонда ғана ол өзінің қатесін түзете алады. Біз кеңес беруші ұстаздармыз. Кеңес беру бір адамның екінші адамға көрсете алар ең зор сенімі. Біз ұйымдастырушы ұстаздармыз. Ұжым ол күрделі оркестр. Онда әркімнің өзінің аспабы болады. Сол аспаппен ойнайды. Ондағы біздің міндетіміз әркімнің өзінің аспабын тауып беріп, үйлесімді жұмыс істеуге көмектесу. Біз жанашырлық пен сенімнің, жақсылық пен үміттің иесіміз. Біз өз мамандығымыздың иесіміз. Мамандықтың ешқашан жамандығы болмайды. Жаман маман болады. Ал біз өз мамандығымыздың иесіміз. Ұлттық руханияттың дамуында біз де Бимен Жамалбеков мектебінде әркім өз саласында үлесімізді қосудамыз. Біздің өмірлік мақсатымыз дауылдағы жалғыз қауіпсіз кеме ол көшбасшылық. Біз өз мамандығымыздың көшбасшысы болуға дайынбыз. Ұстаз ол барлық оқушыларға керек, мысалға барлығы осы ұстаздан басталады. Ол барлығына керек. Мысалға осы құндылықтардың барлығы болу керек ұстаздың бойында. Мысалға тұрақты білім болу керек, ұстаз оқушыға тәрбие беретін. Осылардың барлығы. Және де Абайдың бір сөзі, бірінді қазақ, бірінді дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Жақсы, осылардың барлығы ұстаздың бойындағы қажет заттар. Абайдың кемел адам концепциясы бүгінгі ұстаздарға нағыз бағдаршам. Ол ұстазды тек пән мұғалімі ғана емес, рухани көмекшісі ретінде көрсетеді. Біз ұстаздар ұлт рухын ұлықтап, бәсекеге қабілетті, жан-жақты, рухани бай, саналы, ойы жүйрік, ақылы жетік, кез келген өзгерістерге бейім жеке тұлға тәрбиелейік. Кемел тобы сіздердің алдарыңызда кемелденген толық адам макетін жасап шығарды. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, бақылаушыларға сәл қиын болатын сияқты. Әртүрлі әркімнің өзінің көзқарасына қарай креативті, әртүрлі TEDx форматындағы ұлт келбеті ұстаздың
келбетін көрдік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз да осы, жалпы ұлт келбеті ұстаз, осы толық адам, кемел адам концепциясы негізінде бүгін сіздердің назарларыңызға көрсетті деген ойдамыз. Құрметті мінекей бақылаушылар, өздеріңізге сәл қиын болып жатқан сияқты. Нормально? Жақсы. Тамширина. Керемет әсер алып отырмыз мына екінші айналымнан. Мұғалім тек пән үйрететін адам емес, ол үшін шабыттану керек. Мұғалім жай ғана мұғалім емес, ол психолог, ол мотиватор, ол режиссер, ол стратег, ол сәулетші. Сіз болашақтың авторысыз. Сіздің еңбегіңіз бүгін көрінбеуі мүмкін, бірақ ол ертең үлкен жетістіктің бастауы болады. Сондықтан сіздің таңдауыңыз жай жұмыс емес, бұл миссия. Сіздер өздеріңізді, ұстаз болып келгендеріңізді миссия ретінде қалыптастырыңыздар. Сіздер жайдан жай бұл киелі, қасиетті білім ошағына, үлкен білім шаңырағына жайдан жай келген жоқсыздар. Яғни сіздердің қадамдарыңызға үлкен жауапкершілік жүгініп тұр. Алдарыңызда отырған 26-30 оқушыны сіздер үлкен осындай толық адамға шығаруымыз керек. Бұл біздің миссиямыз. Мені жаңа бірінші топ үлкен дәрежеге жеткізді. Мен өзі басында түсінбей де қалдым. Ол кім екенде өзімді қарап отырдым. Кімді айтайын деп жатыр деп. Жалпы енді Абай атамыздан нетіп жатыр ғой. Бұл маған үлкен дәреже, мен осылай еңбегімді жастар бағалап отырғаны. Бұл маған үлкен дәреже, бұл маған үлкен жауапкершілік, және де бұл да менің миссиям. Ертең мен кеткенде сіздерге мен сияқты айтатын ақылшы адамдар жетеді бұл мектепте. Сіздерге жол көрсететін үлкен ұстаздардың бар екеніне мен сенемін. Сондықтан әрқайсыңыз мен бүгін Абай атамнан толық адамыма саймын ба деген сұрақ қойыңыздар. Дайынбыз ба? Рахмет сіздерге. Мың рахмет. Керемет идея. Прямо бұлақ. Керемет. Үшеуі де керемет идея көрсетті. Тамаша, рахмет сіздерге. Пікірлеріңізді. Сіздер айтасыздар ма Сіздерді. Құрметті әріптестер, ең бірінші әт деген айдан бастайшы. Мендегі бүгін әт деген ай болып отырған нәрсе, осы ұжымдағы 80 адамнан тек қана осы топтың мүшелерінің қатысып отырғаны. Ол кісілер үлкен дүниеден бүгін бос қалды деп ойлаймын. Осы жобаны бастағанда бұл жайдан жай тумайтын нәрсе. Шығармашылықтан, адамның ойынан, жаңа Дәмешәдің айтқандай бір жанашырлықтан туған ой болатын. Мынандай мақсат болды. Біз бұрын қандай мектеп болдық, біз қазір қандаймыз. Тіпті бір-біріміздің аты жөнімізді дұрыс атамайтын, мәдениеттен кішкене сәл ауытқып бара жатқан келбетімізді көрдік та, осы ұстаздар келбетін бірінші қалыпқа келтіруді ойладық. Сондықтан бұл бір жылға тақау мына бақылаушы топ сіздердің ұстаздық имидждарыңызды бақылап келді. Сіздер білген жоқсыздар. Жаңағы бірінші топтағы бағалау ол тегінен тегін шыққан жоқ. Осы жерде әрқайсыңызға кімге кім түсті жеребемен мен өзім отырып, осы жерде бөлген болатынбыз. Сол кісілер қадағалады сіздерді. Ол жерде сіздердің сөйлеу мәдениеттеріңізді, сіздердің қарым-қатынастарыңызды, ұстаздық сіздердің имидждарыңызды бағалағанда, бүгін өзі де қызық 3 топта да 26 ұпайдан шықты. Сары болған
бір адам ортамызда жүр. Сол кісі өзін түзетеді ғой деп ойлаймын. Біз бұл жерге оны алып шыққан жоқпыз. Және бұл жерде мен тәуелсізбін. Бірде-бір мектеп басшысын қойған жоқпыз. Бақылаушы топ жаңа Ардана қанатына жақсы айтып кетті ғой. Кімдер екенін осы мектептің тәжірибелі тұлғалы ұстаздары. Екінші, құрметті менің әріптестерім, әрбір топта 9 адамнан болды. Топ басшылары керемет еңбек етті. Ол кісілердің бір күнде туған жоқ, осы уақытқа дейін берген тапсырманы ойланып толғанып жүрді. Мен тіпті жылағым келіп отыр. Негізгі идея қазақтың ағартушыларының айтып кеткен дүниесі арқылы бүгінгі білім беру мазмұнын жаңартылып жатқан мазмұнды енгізу болады. Сіздердің таныстыруларыңыз әрқайсысы керемет. Үшеуі де ұнады. Ал TEDx-қа тіпті сөз жоқ. Ойлаған ойымнан да керемет шықты деп ойлаймын. Сіздер көп іздендіңіздер, иә? Абайды оқыдыңыздар. Толық адам концепциясы деген кім екенін оқыдыңыздар. Ал біздегі мақсат сол әрбір ұстаз толық адам болу керек деген мақсат. Сіздер ұстаз болу үшін менің тұлғам қандай болу керек деген нәрсені өздеріңіз ортаға салдыңыздар. Бірінші топ керемет дүниені шығарды ғой. Абай арқылы. Міне дәмежаннан өзімізден іздеп, өзіміздің ұстазымыздың формуласын алып шықты. Ондай ұстаздар өте көп бізде. Бізде бар екен, біз соған қуандық. Шақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық, қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абайдың осы айтқаны әрбір ұстаздың бойында болса жетерлік деп ойлаймын. Екінші топ толық адам. Біздің Құдай берген өзі Абайдың тұтас образы ғой. Мәдениетінен де, оның білімінен де, оның қарым-қатынасынан да тіпті біз үлгі аламыз. Сондықтан да жастар ойлаңдар, сендерден де біз үлгі аламыз. Үшінші топ Шайзаданың ең соңғы айтқан сөзін көрдіңіздер ме? Менің ойымды, менің жұмбағымды Шайзада тапқан сияқты. Абайдың толық адам концепциясы әрбір ұстаздың бағдаршамы деп бағалайды. Осыдан артық дүние келе жоқ. Бақылаушылар енді оны қалай бағалайды, ол кісілердің еркінде. Біз тәуелсізбіз. Сондықтан құрметті ұстаздар, осыншама мектепте болып жатқан жұмысқа қарамастан, сіздердің әртүрлі үстіне келіп жатқан бақылау тексерістен кейін бір серпілсінші дедік. Қиындық туған жоқ шығар, иә? Бір-біріңізбен топтық жұмыс болды. Ұжым болды. Әртүрлі идея болды. Қызық дүниелер болды. Бәрін сырттай бақылап жүріп, әттең түсіріп ала алмадым. Өте керемет дүниелер болды. Сондықтан да сіздерге үлкен рахмет. Бүгін тәуелсіз сарапшы ретінде екі кезеңді де менің ойымнан керемет алып шықтыңыздар деп ойлаймын. Ризамын сіздерге, рахмет. Енді мына жерде мектеп әкімшілігінің бәрі сөйлеп кетсін. Мен бірінші алып тұрғаным идеяның не екенін түсіндіргім келді. Жақсы. Бақтаманбайына, енді бұл кісі тіпті сарапшы ғой. Ал енді құрметті ұстаздар, өте тағылымды жоба, шынайы, үш топта шынайы анау тереңнен қазбалап, ұлттық педагогиканы қозғап, халықтық педагогиканы тереңдеп қарап, зерттеп, жалпы ұстаздың бейнесін алдымызға салды. Керемет. Енді менде ұсыныс. Бұл жерде сіздер тереңдеп қазып, мұғалімнің бейнесін алып шықтыңыздар. Мұғалім қандай болу керек? Менде енді мынандай ұсыныс. Жалпы бұл анау халықтық педагогикадан алып келдіңіздер де, ұлттық құндылықтарды алып келдіңіздер де, біртұтас тәрбие бағдарламасына сәйкес
қылатын мектептің жобасын жасау үшін бұл жерге енді ата-ананы қосуымыз керек және оқушыны қосуымыз керек. Сонда бұл толық мектептің жобасы болады. Біртұтас бағдарламасы аясында жасалған мектептің жобасы болады. Сонда бұл толық охват жасаймыз. Бұл жерде мұғалімдікі ғана емес, ата-ананың бейнесін, оқушының бейнесін қосса, толық мектептің тұрақты жылда жасайтын жобасы болады. Сонда алып келгенде нәтижесінде біз ата-ана қандай болу керек және оқушымыз қандай болу керекті алып шығамыз. Сонда біз Қасым-Жомарт Тоқаевтың біртұтас бағдарламасын охватын жасаймыз. Менде сондай ұсыныс. Бұл жобамен мен бір 10 күн бұрын танысқан, сол кезде де сөйтіп айтқан болатынмын. Негізі сондай жасасақ, толық мектептің жобасы болады. Бұны эксперимент ретінде, пилоттық жоба ретінде мектептен бір алып шықсақ, қорытынды ретінде бұны рәсімдеп облысқа ұсынуымызға болады. Рахмет. Бірақ керемет болды, шынайы. Құрметті әріптестер, барлықтарыңызды бүгінгі шарамен шын жүректен құттықтауға болады. Себебі біраз ізденісте болды. Мұғалімдер үлкені де бар, жасы да бар. Жақсы командалар бірігіп жұмыс істеді. Біраз нәрсені оқыды, дайындалды, жаттады. Оны жаттаған кезде кәдімгідей бойына сіңірді. Сол айтып жатқан әр сөз мағыналы, мәнді болып тұр. Өздеріңізді нағыз тәрбиеледіңіздер. Міне өмірлік қағиданың бірі өзін өзі жетелеу, үйрету, өзгерту. Мына команданың атауының өзі өзгеру деп нетіп жатсыздар, атауын беріп жатсыздар. Керемет, жақсы дайындық болды. Үлкен жетістікте жетіп жатсыздар. Мына ізденген мұғалімдер кітапты ұстап, осы жерде прям действительно TEDx осы шығармаларды оқуға шақырып жатсыздар. Рахмет сіздерге, үлкен жұмыс жасалды. Құрметті ұстаздар, әріптестеріміз айтып жатыр ғой, осы кісілерден қалатын сөзді ойда қалмады дегенмен көп еңбек бүгін ортаға шығып отырсыздар. Бұл бір күндік, 2 күндік емес, қаншама дайындықты қажет ететін, оқыған кітаптарыңыз болса, басқа да шығарма болса, өздеріңізден өткізіп, шынайы осындай болып алдымызға келіп отырсыздар. Бүгін жақсы бір әсер алдық, бәріміз бір өзгердік деп айтуға болады. Жақсы аттар атап қойып апты, өзгеріс деген бар. Міне әрқайсыңыз бойларыңызға сіңіріп, мына жерде қарап, осыны тыңдап отырғанның өзі бір рухани азық алдық деп айтуға болады. Сіздерді де тыңдап отырған адамдарыңызда бір рухани жаңағы азық алып, ары қаратай өзгеріп, бір жақсы болып, бір әрқайсыңыздың бір ой болады деп ойлайды. Толыққанды адам, керемет ұстаз, жан-жағынан зерттедіңіздер, алдыңыздар, қандай болады дедіңіздер, тәрбиелі, ойлы, қанағатшыл, ақылды дейді, соның бәрі сіздердің ойыңызда бар деп есептеймін. Тегінен осы ұстаздық жолға келмедіңіздер. Барлықтарыңыз идеяларыңыз тасып жатыр, барлықтарыңыз креативтісіздер. Үлкен демейміз, жас демейміз, бір-бірінен асасыздар. Сіздермен біз мақтанамыз. Әрқашанда осы Малбеков мектебінің ұстаздарының қолдарынан бәрі келеді дейді. Оған бір дәлелі бүгінгі іс-шара болып, оны ұйымдастырып отырған Гүлмира Ахметовнаға көп рахметімізді айтамыз. Ардана Қанатовна бар, мына жерде топ мүшелері бар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Енді жаңа алысқа бармай, арамызда да толық ұстазды алып шығып отырсыздар. Ол Дәмеш Алина үшін кез келген медальдан таптық деп ойлаймын. Осы атақ осының алдында қалады, оқысызда осындай жақсы оймен үйіне қайтады, керемет настроениемен жүреді деп ойлаймын. Осы Дәмеш Алина сияқты артынан еріп келе жатқан
жас мамандар, орта буындағы мамандар осы кісіден үлгі алып, ары қаратай осы кісінің жолымен жүре берсе деп ойлаймын. Мектепке жанашыр болып, әр нәрсеге осылай өзінің қол ұшын беріп, өзінің идеяларын ортаға тастап, жанашыр болып жүре берсін. Және де Бақтамабаевна мен де келісемін. Кез келген іс-шара біздің ең негізгі азығымыз оқушы ғой. Мұғаліміміз керемет толыққанды адам болып, тәрбиелі болып, білімді болып, барлық іс тәжірибесін аянбай оқушыға салса, біздің оқушыларымыз да тәрбиелі, ойлы, алдына үлкен мақсаттар қоя керемет оқушылар болып шығады деп ойлаймын. Сондықтан бұл жобаны да бір тұтас қылып, оқушыны да қосып, ата-ананы да қосып, ары қаратай дамыта береміз деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі іс-шара мақсатына жетті деп ойлаймын. Ары қаратай да сіздерге еңбекте творчестволық табыс тілеймін. Ал енді құрметті ұстаздар, бұл бүгінгі іс-шарамыздың бірінші бөлімі аяқталды. Бұл біздің дағдылы әрекетіміз болатын. Дағдылы әрекетіміздің жалпы қорытындысын мына жерде шығарды бақылаушы топ. Бұл тек қана бірінші кезеңнің қорытындысы. Ол дағдылы әрекет. Осы әрекеттің барлығы үнемі ойымызда қалады деп ойлаймын. Абайдың толық адам концепциясы сіздердің бойларыңызда. Екінші біздің кезеңіміз бұл сабақтағы әрекет басталады. Сабақтағы әрекетті айтпас бұрын бірінші біз Абайды жол басы дегенбіз, табысқа барар жолдағы. Енді біз жолдың басынан өттік, жол айрығына келдік. Жол айрығында мен сіздерге бірдеңені тартып өткім келеді. Ол Мағжанның тартуы. Қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы мұғалім. Еліміздің аз ғана жылдық ояну дәуіріне баға беру үшін алты алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын мұғалімдікі. Бірге оқысын, бірге оқытсын, жұлдызымыз бір, жолымыз бір қазақ мұғалімдері. Қолымнан келген осы еңбегімді сендерге тарту қылдым. Ниетімнің тазалығы үшін тартуымды қабыл алыңдар деген Мағжан педагогикасының алғашқы сөзінде. Сондықтан құрметті әріптестер, мен сіздерге үйге тапсырма бергелі отырмын. Әрбір топ басшысы Мағжанның педагогикасын оқып, соны өзінің тобында талдайды. Оған уақыт беріледі, топ басшысы оқып, соны талдайды. Қиын емес. Екінші тапсырма. Жұма күннен бастаймыз. Маған мұғалімдер өздерінің сабақтарын тақырыбымен, кіріктірілгенімен, бәрімен берді. Топ басшылары өте керемет жұмыс жүріп жатыр. Бұл жерде оқу үрдісінде кіріктірілген технологияның тиімділігі деген тақырыпта кіріктірілген технологиямен әрбір топтан 9 мұғалімнен 3-3-тен не береміз? Ашық сабақтар береміз. Сіздерден керемет ашық сабақтар күтеміз. Кіріктірілген технологияның өзіндік ерекшелігі бар. Бұл екінші кезеңнің тапсырмасы. Сіздеріңізге сәттілік. Оның жалғасы бар. Одан кейін әдістемелік кеңес. Осы бір ғана әдістемелік кеңесті өткіземіз. Әрбір топ біз білмейтін, сіздерге қажет проблема болып жатқан дүниені әдістемелік кеңеске алып шығасыздар. Мүмкіндік болып жатса ортасында көңілді старттар, сіздерге қызықты ойындар өткізетін боламыз. Сондықтан қарсылық жоқ шығар. Алдыңғы дүниені керемет меңгердіңіздер. Әрі қарай да істеріңізге сәттілік. Енді бүгінгі біздің модератор Ардана Қанатына бүгінгі дүниенің қорытындысын сіздерге жеткізсін. Бұл бірінші кезеңнің ғана қорытындысы. Әлі сабақ бар, басқа бар. Құрметті әріптестер, көріп тұрған шығарсыздар, бұл енді ортақ ұпай сандары. Әрбір топ басшысы егерде балдар қызықты болса,
осы бақылаушыларға барып жекелеріне сұрауларыңызға да болады. Бірақ бұл ортақ ұпай сандары TEDx бойынша бірінші топ өзгер таймс тобында 24,2 ұпай, толық адам тобында 24,9 ұпай, кемел тобында 24,1 ұпай. Келесі осы бүгінгі берілген ұпайлардың ортақ ұпай сандары назар аударыңыздар. Өзгер таймс тобында 24,3 ұпай, бұл бірінші кезеңнің ортақ ұпай саны. Екінші толық адам тобында 24,9 ұпай, кемел тобында 24,8 ұпай. Қатты үлкен алшақтық жоқ, барлығыңыз бір деңгейде келе жатсыздар. Екінші мен үшінші топта 0,1 қана ұпай. Сол себептен сіздерге сәттілік тілейміз. Келесі кезеңде бағалау критерийлері алдын ала сіздерге беріледі. Сабақта не қарайтындары және де өздеріңіз берген сабақтар бойынша арнайы кесте шығады. Кесте бойынша сабақтарға қатысып, арнайы оның қорытындысы шығарылатын болады. Және де тағы да тапсырма, мағжан педагогикасы өздеріңізде талқылайтын боласыздар бұны. Егер де топпен талқылап жатсаңыздар, түсірілім керек болса оны да айтасыздар. Арасында сіздерге хабарландыру, кез келген уақытта түрлі сайыстар болады. Ол спорттық сайыс болуы мүмкін, ол сабақтан тыс уақытта сіздерге және де басқа да қызықты интеллектуалды сайыстар болады. Ол деген сіздердің білімдеріңізді тексеру емес, ол жай ғана сіздерге арасында бір сергіту сәті форматында негізінде. Бақылаушылардың бүгінгі біз пікірлерін тыңдамаймыз, бұл әлі ғана тек қана бір ғана бөлімнің аяқталуы. Бақылаушылар жұмысын әрі қарай да жалғастырады. Бақылаушылар әлі де сіздерді сырт келбеттеріңізді, барлығын сөйлеу мәнерлеріңізді әлі де бақылап жүретін болады. Құрметті әріптестер, келесі кезеңдерге сіздерге сәттілік. Бүгін осымен біздің табысқа апарар жол жобамыздың бірінші кезеңі аяқталды. Баршаларыңызға көп рахмет, назарларыңызға рахмет. Сәттілік тілейміз әріптестерімізге. Суретке түсіп алуға болады.